Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз өте оңай дайындалатын бауырдан колбаса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған бауыр қажет. Оның үстіне 5 жұмыртқа, ұсақтап туралған 2 дана пияз, дәміне қарай қара бұрыш және 3 дана сарымсақ. Қалауыңызша тұз қосасыз және де 200 грамм ұн салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Біздегі ең соңғы қоспа ол өркеш май. Өзіңіз білесіз, құйрық май қоссаңыз да болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды құю үшін біз осылай пищевоймен, оқтаудың көмегімен форма дайындап аламыз. Дайын болған салмамызды осылай формаға құйып, біркелкі етіп, осылай құямыз. Және де тұйықтап осылай жіппен 2 шетін ораймыз. Дайын болған колбасаларымызды қазанға су құйып, колбасаларымызды салып, орташа отта 45 минуттай уақыт қойып пісіріп аламыз. Міне, бізде осындай колбасалар дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер.